Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, менің көңіл күйім де өте тамаша. Бүгін сіздермен өтетін әріпіміз «е» әріпі. Сабағымызды бастамас бұрын сіздерге әдеттегідей керемет өлең шумақтарды оқып берейін. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен, үлкенге де сіз, кішіге де сіз, сәлемдесеміз біз. Сіздер үлкен кісілерге қалай амандасасыздар, балалар? Сіз деп амандасасыздар ма? Өте жақсы. Бұл әдептіліктің белгісі екен, балалар. Сіз деп амандасқанымыз әдепті балалар, ақылды балалар сіз деп амандасады екен. Үлкенді құрметтеп, кішіге көмектесуіміз керек екен. Жақсы, жарайсыздар. Бүгін аптаның қай күні, балалар? Білесіздер ме? Бүгін аптаның екінші күні, сейсенбі. Ал алдыңғы сабақта біз қай дыбысты өттік? Дұрыс айтасыздар. Ю дыбысымен танысқан едік, Ю дыбысынан қандай сөздер үйрендік? Жақсы, юбка, аю, ою деген сөздерді үйрендік. Балалар, дыбыс дегеніміз не еді? Білесіздер ме? Дыбыс дегеніміз. Ойланайық. Жауабымызды менікімен салыстырасыздар, жақсы ма? Дыбысты біз естиміз, айтамыз, Ал әріп дегеніміз не? Ойланайық. Әріп дегеніміз, балалар, біз әріпті көреміз, оқимыз, жазамыз, Керемет, жақсы балалар, жарайсыздар. Енді бүгін әріпімен танысамыз. Оны ажырата білеміз басқа әріптерден. Дегеніміз электр, жарық үшін керек болды. Электр дегенде әріпімен танысамыз. Әріпі дауысты дыбыс, балалар. Дыбысты айтқанда ауа еш кедергіге ұшырамай ұзақ айтылып тұрады. Оқулықта қызыл түспен берілген, буын құрайды. Есте сақтайық, балалар? Енді әріпіне келетін сөздерден, әріпіне келетін сөздерді оқимыз. Менімен бірге қайталаңыздар, жақсы ма, балалар? Экран. Экран. Экипаж. Экипаж. Эстрада. Эстрада. Элеватор. Элеватор. Жақсы, жарайсыздар, балалар. Енді мұна буынға бөлінген сөздерді оқимыз. Электр. Электр. Шана. Шана. Хат. Хат. Вагон. Вагон. Телефон. Телефон. Элеватор. Элеватор. Жақсы, балалар, өздеріңізде тағы бірнеше рет қайталаңыздар. Жақсы ма, балалар? Енді дәптерімізбен жұмыс. Дәптерімізді ашамыз. Осы әріпін жазамыз. Бірінші ауада жазып, қол жаттықтырып аламыз. Жақсы ма? Одан кейін әріпін толтырып, мамаларыңыз үлгі бойынша жазып береді. Сол жазып берген үлгі бойынша дәптерімізге толтырамыз. Жақсы ма?